Қазанға қи салу туралы хикая. 90-шы жылдардың басында Мойнақ ауылының Шығарлық аталатын ауылына тойға баратын болдық. Әкемнің бала үстінен қайтыс болған алғашқы зайыбының інісі ұлын үйлендіріп жатқанын айтып, өзі арнайы келіп шақырды. Үзіліп қалған араны жалғамақ ниетін айтты. Ақылдаса келе тойға әке шешем, аға жеңгем және мен баратын болдық. Жолға шығар сәтте кішкентайы ауырып қалған жеңгем бара алмай қалды да төртеуміз аттандық. Бізді қан көтеріп күтіп алды. Әсіресе әке шешеме деген құрметтері ерекше еді. Күндізгі беташардан кейін оларды бөлек үйге әкетті. Арнайы қонақасы әзірлетіпті. Ағам екеумізді басқа үйге жөнелтті. Бізді күтуге қойған жігіт шала бурыл екен. Бірдеңе айтып отырып шығып кеткен. Содан қайта оралмады. Шай құйып берген келіншек те кенет жоғалды. Ағам екеуміз ғана қалдық. Кешкі тойға дейін әлі біраз уақыт бар. Ағамда қатты намыстанды. Әрі-бері күтіп ешкім келетін емес. Сосын сыртқа шықтық. Той болып жатқан үй жақ қар балас. Қазан қайнап жатыр. Абыр-сабыр. Ал біз болсақ көрші үйдеміз. Бауыржан, сен ана қораға кіріп, бір уыс қи алып кел деді ағам. Қи? Не үшін? Ана қайнап жатқан еттің үстіне салып жібереміз. Қой, қазанға қи салғаны несі? Мен шошып кеттім. Салғанда енді салмаймыз ғой. Ой, тек жарайды, деді менің түкке түсінбей тұрғанымды аңғарып. Ендеше сол маңға бар да қазанға қи саламыз деп айт. Білдей Казгудың студентіне біреуге барып қазаныңа қи саламыз деу ыңғайсыз ғой. Ал бармаймын деуге ағамның өт сөндірердей түрін көріп тағы да батпадым. Иығымды қиқан еткізіп қазан ошақ жаққа беттедім. Ар жағында үйдің жанында айғыр топ тұр. Сірә тойды басқарып жүрген жігіттер ау. Жылы шырайлы қараған бір келіншекке қазанға қи саламыз деп міңгірледім. Ол әуелі менің кім екенімді сұрап алды. Сосын, бригад қайнағау, мынау жиендерге көңіл бөлінбей қалыпты ғой, деді. Әлгі жалды топқа жақындап барып жарқырай күліп. Қазанға қи саламыз дейді мына қайным. Бұл кім? Әй, ініше кімнің баласысың? Бабажанның. Ойбай, жиен екенсің ғой. Қап масқара бола жаздаған екенбіз ау. Ой, әкеңнің пәленше қайда? Жиендерге қара деп едім ғой. Кенет бәрі шала білінді де қалды. Үлкендер әлдене есіне түскендей күң-күң күліп жатыр. Бір кейуана риза кейіппен келіп маңдайымнан сүйді. Солақ екен, бәрі біздің үстімізге үйірілді. Ең маңызды қонақ болып шыға келдік. Той иесі жүгіріп келіп кешірім сұрады. Сөйтсек, бізді күтуге бөлінген кісі мас болып ұйықтап қалыпты. Шай құйып отырған келін де келіншектің жүгін қараймын деп тайып тұрған. Сәлден соң қызып алған ағам нағашыларға біраз терін төкті. Қи салу туралы әңгіме дереу тарап кетті. Біреу әкеме барып айтқан екен, ол қолын бірақ сілтепті. Нағашыларының ауылына келіп жатыр ғой, білгендерін істесін. Кейін анықтасам, бұл өздеріне назар аударылмай қалғанда жиендер қолданатын әдіс екен ғой. Әсіресе есі ауысып кеткен біреу болмаса қазанға қи салмайтын анық. Бірақ қолына қи ұстап барып қорқытатындар болған көрінеді бұрын. Біз сол дәстүрді жаңғыртыппыз. Қайран. Қазақтың мәдениеті, әркімнің өз орны, соған лайықты құрметі бар екен ғой. Енді бір ширек ғасырдан соң қазанға қи саламын деп қоқаңдайтын жиен де, оны түсініп жолын жасайтын нағашы да қалмайтын шығар. Тіпті жабайылық деп жатса да таң қалмаймын. Біздікі тек сондай салттың болғанын қатқа түсіру ғана, деп әңгімесін аяқтапты жазушы. Әңгіменің авторы Бауыржан Бабажанұлы. Естімеген елде көп демекші. Бұндай дәстүрдің бәрін бұрын сонды білмейді екенмін. Осындай дәстүрді қағазға түсіріп, бізге жеткізген авторға алғысымды айтамын. Ал сіз тыңдарман, осындай дәстүрдің барын білетін бе едіңіз?